Баршаға сәлем достар, сіздерменен бүгін видео композиция жайлы сабақ өтетін боламыз. Яғни видео композиция дегенді жалпы сіздерге кішігірім түсіндіріп өтейін. Яғни видеоны композицияға жинау дегеннің мысалы мына нәрсеге ұқсайды. Мен мысалы видео, фото, анимация, корректировка және аудио файл сол сияқты нәрсенің барлығын осылайша бір линияға жинап аламын және оны осылайша анимация жасаймын. Ал енді дәл осыны мысалы бүткіл затты жинап алып бір пакетке салған сияқты осылайша істеп аламыз. Яғни бүткіл аудио-видео файлдарды бір композицияға жинақтау, бүткіл заттарыңызды жинап бір пакетте осылай жинап жүрген сияқты осындай мысал бола алады. Сіздерге видео жалпы түсінікті болды деп ойлаймын. Видеоны көруді жалғастырыңыздар. Жалпы видео композиция жайлы сіздер кішігірім ақпаратқа ие болдыңыздар деп ойлаймын. Ал біз видеомызды енді практикалық түрде көрсететін боламыз. Яғни видео композицияны қалай біздің видеомызда видео композиция қалай жұмыс істейді, сол нәрсені көріп шығатын боламыз. Ал енді мен мына жерде мысалы мен мына микрофонмен қолымда көріп тұрғандарыңыздай дыбысты басып аламын. Бұл жерде дыбыс өзі мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай мына отдельно мынау аудио файл болды. Ал мына жерде видео файл. Бұл жерде менің дыбысым анық басылмаған. Бұл телефонның записімен басылған аудиозапис болып есептеледі. Яғни бұның качествосы онша жоқ. Ал мына жерде микрофонмен басылғанды осылай аудио файлда мен сақтап алдым. Яғни мен бұны мына Adobe Audition приложениесі арқылы жазатын боламын. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал менде осы жерде мынандай бір қиындық туындайды. Мен соны сіздерге қалай шешуді үйретемін. Яғни ол қиындық дегеніміз не? Яғни мына жерде біз бірінші орында осы жерде басылған дыбысымызды біріктіріп алуымыз керек. Яғни мына дауысты мына видеоның ішіне салу керек. Бұл жерде өздеріңіз білетіндей, мына видеоның ішіндегі дыбысты шығару, мінекей осы видеодан мына звукты осындай аудиодорожка көрінісінде шығарып алу үшін біз мишканың оң жағын басып извлечить звук деп видеоның ішінен осылай звукты шығарып алсақ болады. Ал енді бұл жерде біз мына дыбысты, оригинал дыбысты осы видеоға салуымыз керек болады. Біз ол үшін мына өзіндегі оригинал дыбысты, яғни сапасы нашар дыбысты өшіріп тастайтын боламыз. Яғни удалить етеміз. Сосын мына жерде мен осы оригинал дыбысты мына видеоның ішіне салуым керек. Мінекей дәл осы нәрсе композиция деп аталады. Яғни екі видео менен аудионы осылай мен белгілеп аламын. Яғни екеуі таңдалды деген сөз. Мінекей аппақ линиялар шығып тұр екі жақтан, бұл таңдалды деген сөз. Яғни мына жерде сіздер адасып кетпеңіздер. Сіздің аудио файлыңыз егер осылай ұзын болатын болса, мысалы осылай шығып қалған болса, сіз осылай таңдасаңыз, арасына мынауда былайша араласып кетуі де мүмкін. Сол үшін біз тек қана екі файлды біріктіру мақсатында осылайша бір линияға, екі линияның аралығына осылай белгілеп аламыз және мишканың оң жағын басып, осылайша екі файлды белгілейміз және мишканың оң жағын басып, мына жерде создать сборник клип дейді. Яғни Alt-J деген кнопка кетті. Мінекей біздің дыбысымыз видеоның ішіне автоматты түрде ішіне орнатылды. Яғни өздеріңіз білетіндей пакетке бір затты алып ішіне салып қойған сияқты видео композицияда дәл солай жұмыс істейтін болады. Ал енді біз дыбысымызды видеоның ішіне салып алдық. Енді біз бұны монтаждайтын боламыз. Яғни мына жерде мен видео түсіргем. Яғни мына жерде дыбысым бар, мына жерде дыбыс жоқ, тыныш тұрған жер менде осылай керек емес кадр болады. Мен дәл осыны осылайша екі ортасын осылай кесіп алып тастаймын. Мінекей менде дайын болды. Енді мен осыны егер композициясыз істейтін болсам, егер видео композициясыз істейтін болсам, мен мына жерде видеоны осылайша қиып аламын керексіз жерін. Сосын бұл видео бірігеді. Кейін мына жерде мен дыбысты осылай тура келтіре алмай, осылай қиындықтар туындау мүмкін. Яғни мына дыбыс мына видеоға сай келмей қалуы мүмкін. Яғни мына жерде дыбыс озып кетіп, видеоның дыбысы қалып кетуі мүмкін, немесе видеоның дыбысы озып кетіп, аудио дыбыс
қалып кетуі мүмкін. Мінекей осындай жағдайда біз видео композицияны пайдаланатын боламыз. Жалпы сіздерге кішігірім түсінікті болды деп ойлаймын. Енді бұл нәрсенің тағы да бір минусы бар. Яғни сіз видео композицияны осылайша видеоңызды арасынан былай кестіңіз. Керек емес жерін видеоның барлығын осылайша қойып монтаждап болдым деген кезде бас жағында осылай кадрды кесіп тастау керек болады. Ол кезде сіз осылай керек емес жерін белгілеп кесіп тастайсыз, және мына жерде біздің анимациялар бір-біріне сай келмей қалуы да мүмкін. Яғни сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Мінекей сәл кішігірім көрсетейін. Менде мысалы мынау анимация видеоның бас жағына қойып қоямын. Мінекей видеомен тұспа-тұс тұр. Ал енді мен мына жерде мына видеоны удалить ететін болсам, яғни мына жерде анимациям мына видеоға байланысты осылай ойнап тұр екен. Енді мен мына жерде басындағы қателікті істеймін. Басындағы мына кадрды мен өшіріп тастайтын болсам, яғни қараңыздар, видеомыз алға қарай жылжып кетті. Мына жерде де кішігірім анимация артқа қарай жылжып кетті деген сөз болады. Жалпы сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын бұл сабақ. Енді біз мына жерде бірінші орында мына видеомыздың аудио жазбасын, өзінің оригинал аудио жазбасын өшіріп тастасақ, былай извеличить етіп осылайша басып удалить етсек те болады. Немесе видеоның өзін басамыз, мына жерде звук деген жерінен осылайша біз өшіріп тастаймыз. Мінекей мына жерде оригинал камераның микрофонмен басылған аудио файл өшіп кетті, ал мына жерде микрофонмен арнайы басылған аудио файл қалды. Енді біз осы екеуін осылайша белгілейміз да, және Alt-J деген кнопканы басып бір композицияға кіргізіп тастаймыз. Енді мен осы бір композицияға кіргізгеннен кейін мына жерде мен видеоны монтаждауым өте оңай болады. Яғни керек емес кадрларды осылай кесіп тастап, мен видеомды оңай монтаж істей аламын. Яғни сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Ал мына жерде біз екінші кезеңіне өтеміз. Яғни бізде мына жерде анимациялар бар, видео бар. Жаңағыдай айтқанымдай, мен мына жерден мысалы мына анимация мына видеоға тұспа-тұс осылайша мінекей өзгеріс сызықтары тұр. Мына жерде осылай ойнайды деп көрсетіп тұр. Ал енді мен мына бас жерінен бір видеоны осылайша мен өшіріп тастайтын боламын. Мінекей астқы жағын өшіріп тастадым. Бұл екеуі оңай ортаға жылжыды. Ал енді мынандай істейтін болсам, яғни видеоны осылайша мен керек емес жерін кесемін, мына жерін өшіріп тастаймын. Мына жерде видеоны белгілеп, керек емес жерін осылай кесіп тастаймын. Мінекей менде екі видеоның арасында осылай стикер пайда болды. Мен енді осы керек емес видеоны осылай бөлігін кесіп тастайтын болсам, осылайша мен видеоның құру өзін белгілеп аламын. Мінекей мен анимацияны белгілесем, айналасы ақ болады. Бұл белгіні деген сөз. Мен мына жерде видеоны белгілеймін, соңғы жағын мен осылайша өшіріп тастаймын. Мінекей бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай өзі минус, біздің анимациямызда өшіп кетті. Ал енді қайтару үшін Ctrl-Z басамыз, осылайша өзінің жайына қоямыз. Енді бізде осындай проблема болмау үшін біз осылай екінші кадр, яғни мынау бөлек бір кадр, мына екінші бір кадр. Мінекей дәл осы нәрсені біз барлығын бір композицияға жинақтап алуымыз керек. Жалпы біз бұл жерде, мінекей мен мына жерде бүткіл текст анимация және видеоны және қосымша аудио файл барлығын осылайша мен белгілеп алдым. Енді мына жерде Alt-J деген кнопканы басып, барлығын бір композицияның ішіне кіргізіп тастаймын. Мінекей мына жерде менде анимациялар видеоның ішіне кірді, яғни бір дорожкаға түсті деген сөз. Енді видеоны монтаждау үшін осылайша мен кесіп, осылай тыныш тұрған кадрларды осылайша мен удалить етіп, видеомды осылайша редактировать етуіме өте оңай болады. Мінекей видеоның керек емес жерін осылайша мен кесіп тастаймын. Менде дайын болды. Менің видеом дайын болды. Жалпы мінекей сіздерге видео кішігірім түсінікті болды жатыр деп ойлаймын. Ал енді сіздерде бір сұрақ туындауы мүмкін. Мен мына жерде композицияның ішінде мына бір кадрды ауыстыруым керек. Енді қарап отырсаңыз, мына жерде композицияның ішіне бүткіл анимация барлығы орнатылды, қараңыз. Мен бір видеоның ішіне бүткіл композицияны салып тастадым. Енді мен мынау әрқайсы стикерді редактировать ете алмаймын. Яғни оны орнына қайтару үшін біз Ctrl-Z басамыз. Мінекей мына жерде біз видеоны үстінен екі рет басамыз
сол кезде бізде отдельный сборник клип 2 дейді. Отдельный композицияның ішіне кірген видеоны біз осылайша керек жерін осылайша жүргізіп редактировать етіп алуымызға да болады. Яғни біз осылай композицияның ішіндегі арнайы файлды біз осылайша редактировать етіп аламыз. Яғни мен мына дискті, айналып тұрған дискті текстің артына қоюым керек болады. Мен оны осылайша слойдың астына қоямын. Яғни мінекей, енді менің композициям дұрыс болды. Енді артқа қайтамыз. Артқа қайту үшін мына жерде сборник клип дегендегі мына точканы басамыз. Мінекей, менің композициямды ішінен кіріп реттеп алдым. Яғни сіздерге видео кішігірім түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Ал енді мына жерде мен осындай анимация жасадым. Яғни өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына бүткіл файлдарды, мына иконкалар, яғни бұл жерде барлығы удалить фон арқылы барлығының жанындағы формалары кесілген. Яғни мына жерде көріп тұрғандарыңыздай иконканың құру өзі қалған. Яғни бұл анимация десе де болады. Мен осылайша өзім қолдан анимация жасадым. Яғни өздеріңіз білетіндей композиция деген мына пакетті көріп тұрсыздар. Бұл видео дорожка, ал мына жерде мына файлдар, мысалы мына музыкальный файл, мына видео футаж, яғни видеоның үстіндегі слойлар, мына стикер, текст, осы сияқты нәрселер. Осының барлығын біз осылайша бір композицияға салу деген осылай пакеттің ішіне салған сияқты, өздеріңіз көріп тұрғандай барлығын бір композицияға осылай салып алу деген сөз болады. Ал енді мен осы жерде мен редактировать ететін боламын. Яғни мінекей, біз иконка файл барлығын осылайша созып аламыз. Мінекей, бізде барлығын дайындап алдық. Енді мен осы жерде, дәл осы жерде мына көріп тұрған файлды, яғни мына пакетті мына жерге ортаға жылжытамын. Бірақ мына иконкалар осы жерде қалып кетеді. Енді мен осыны анимация арқылы осылайша біртіндеп жылжытып шықсам болады. Мінекей, әр қайсысын осылайша жылжытып шығуыма болады. Бірақ бұл дегені менде өте көп уақыт алады деген сөз. Яғни бір кнопка арқылы барлық анимацияларды осылайша жылжытып отырсам да болатын еді. Енді бұл жерде бұлай істемей-ақ, мен бұны оңай бір жолмен істесем болады. Яғни мен мына бүткіл иконканы бір кнопка арқылы мына пакеттің ішіне салуым керек болады. Ол үшін өздеріңіз білетіндей біз композициялауды пайдаланатын боламыз. Яғни үстіндегі слойлардың қайсысы бізге керек болса, сол барлық слойды осылайша белгілеп алып, Alt-J кнопкасы арқылы бір композицияға кіргізіп аламыз. Яғни барлық иконкалар бір композицияның ішіне кірді. Енді біз бұны оңай ғана мына жерде трансформация бөлімін қосамыз. Яғни мінекей, бізде мынау пакетіміз осылайша жылжып кетті. Мінекей, анимация жасадым. Енді дәл осы иконканы мінекей, өздеріңіз көргендей мына видеоның үстіне бастым композицияның, яғни бір композицияның ішінде барлығы бір кнопкамен барлығы жылжып жатыр. Яғни бұл слой, стикер болсын, аудио файл болсын, барлығы бір композицияның ішінде, яғни пакеттің ішінде деп елестетіңіз. Сіз пакеттің ішіне осылайша салып алдыңыз деп елестетіңіз. Енді мен анимация жасап, бүткіл иконкаларды осылайша мен пакеттің ішіне салып аламын. Яғни бұл менде онша көп уақыт талап етпеді. Мен барлығын біртіндеп істемей, барлығын бір композицияға жинақтап, осылайша салып алдым. Мінекей, жалпы сіздерге түсінікті болып жатыр деп ойлаймын. Ал енді осы жерде менде бір ой келді. Яғни мен мына пакетті, осы иконканы осылай айналдыруды қалаймын. Сосын мына иконкаларды дәл осылай айналдырып қойсам болады. Бірақ өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай бұл бірдей айналып жатқан жоқ. Яғни мына жерде слойлар барлығы ортада емес, шетке қалып кетті. Енді мен бұны осылай істеп, пакетпенен бірдей айналдырып, орнына келтіруім өте қиын болады. Яғни мен мына жерде созып аламын. Кішігірім жетпей тұрған жерлерін осылайша мен ұзақтатып аламын. Сборник клиптің ішінен шығып, осылайша мінекей мен созып аламын. Мінекей, енді мына жерде бір осылайша мен пакетті думалақ қылдым. Яғни мен мына жерде мінекей пакетті осылайша думалақ айналдырамын. Бірақ мына менің үстіндегі сборник клип осылайша тура түспей жатыр. Яғни видеоның артынан қайталап осылай айналдырып жүруіме тура келеді. Мен бұны екеуін бірдей бір қалыпта осылай айналуын қалайтын болсам, мен бұл жерде бірінші орында анимацияларды осылайша өшіріп тастайтын боламын. Бірінші орында анимацияларды өшіріп аламын. Яғни менде екі дайын. Сосын
мен мына жерде пакетті осылай айналдыруды қалайтын болсам, бірінші орында мен мына иконканы пакеттің ішіне салып алуым керек болады. Мына слойды мен осылайша анимация қылып пакетке салып алдым. Мінекей ортасына келді. Ендеше мына жерде біз екеуін белгілеп Alt G командасы арқылы бір сборник клипке келтіріп аламыз. Мінекей бізде енді беймарал екі слой біріккеннен кейін осылайша беймарал айналдырсам, мінекей кішігірім көріп көрсетейін. Мінекей барлық иконка осылайша бір слойда, бір композицияның ішінде, яғни бір пакеттің ішінде қандай анимация істесем де барлығы осылай жылжып жатыр деген сөз. Яғни мінекей мына жерде көрсетіп өтейін. Мына жерде пакет өз-өзінен жоқ болып кетті. Мен оны қайтып орнына келтірем. Ол үшін мен композицияның үстінен басамын. Мінекей бұл жалғыз композицияға жиналған файлдарды осылайша өзі шашып көрсететін болады. Мен осылайша былай анимацияны созып аламын. Мінекей пакет ойнап тұрған анимацияның уақытын осылайша ішінен мен ұзартып, настройкасын осылайша 2 рет басып, ішінен кез келген файлдарымды, аудиоларымды осылай мен реттеп аламын. Артқа шығу үшін мінекей назад деген кнопка бар мынау. Осы арқылы мен осылайша шығатын боламын. Енді мына жерде сіздерге бір кішігірім тағы бір қателікті көрсетіп кетейін. Мен мысалы мына видеоны аламын, мына композицияны аламын да, видеоның осылайша бас жағына қойып қойсам, көздеріңіз көргендей мына иконка видеоның ортасына кетіп қалды. Енді мен бұны жайына қойсам, мына иконка тура орнына келді деген сөз. Енді менде осындай проблема болмау үшін мен мына екеуін тағы бір рет сборник клип етіп аламын. Мінекей сборник клип болды. Ал мына екеуінде дәл осылай белгілеймін де. Екеуін дәл осылай былайша белгілеп аламын. Екеуін дәл осылай белгілеп сборник клип қыламын. Ендеше мен осы видеомда кішігірім сборник клипті видеоның бас жағына қоямын. Менде енді ешқандай проблема жоқ. Барлығы өз қалпында. Жалпы сіздерге сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Видеоны нөлден бастап үйренем деушілерге менде керемет бонус бар. Яғни CapCut Basic деген мендегі плейлист бар. Сол жақта 10 сабақ бар. CapCut бағдарламасы жайлы компьютерге арналған. Өздеріңіз сол жерде барлығын нөлден бастап көрсеңіздер, керемет нәтижеге 1-2 айда немесе өздеріңіздің талқыларыңызға байланысты, желанияларыңызға байланысты керек болса 1 айдың ішінде үйреніп алсаңыздар да болады. Яғни CapCut бағдарламасын компьютермен істесеңіздер, ол өте оңай негізінде. Негізінде телефонға қарағанда компьютерде видеоны монтажда бұл өте ыңғайлы әрі тез, оңай болып есептеледі. Мына жерде кішігірім айта кетейін. Мына жерде қазір CapCut бағдарламасы 90%-ға жақын функциясын про қылып тастадым. Яғни басында мына функциялардың бүткілі тегін еді, қазір барлығы про болып кетті. Бұл жайлы да мен келесіде сабақ салатын боламын, немесе мына жерде подсказка саламын. Осы CapCut бағдарламасын қалай тегін алу керектігі жайлы сіздерге видео түсіріп көрсететін боламын. Мына жерде стабилизация және удаление, автоудаление фона, осы нәрселер тегін болып тұр. Ал сіздер интернеттен прямой скачать еткендеріңіздің барлығы про болып кетті. Яғни мына жерде тегін функция қалмады деген сөз. Яғни мына про деген галочкасы жоқ функция, бұның барлығы яғни тегін емес, ақшалы болып кетті. Мына жерде кейбіреулері ең керек деген функциялар бізде тегін деген сөз. Яғни мен сіздерге видео түсіріп жіберемін, сол видеоны көріп тамашалаңыздар. Арнаға тіркелмеген болсаңыздар, арнаға тіркеліңіздер. Сау саламат аман болыңыздар. Келесіде кездескенше